19'da 5'te орындадыңыз ғой, өзіңіз таныстыру ма? Причина жоқ, сізге усилийный вариант. Жоқ, причина түсініктен барлығы заң түрде болған қалайым да мен. Мен өзім заңмен жүремін, сіздер де заңмен жүргеніңіз ғой. Заң барлығы. Сізге ОПМ болады, тоқтатып отырып. Жақсы, ОПМ болып отыр дедіңіз. 19'да 5'те орындадыңыз, өзіңіз таныстыру 19'да 5. Енді 971 не екен білесіз ба? Иә. Соны орындай қоясыз ба? Мен орындаған жоқпын. Не ол? Айтып тұрған жоқпын енді. ОПМ болады, сосын тоқтатып отырып. Таңғы сағат 4. Патрульдік полиция 278 борт нөмірі. Мына жерде тоқтай алмай жатқан сияқты. Нөмірі 07-90-02-97. Не өзіңсі? Ештеңе бұзған жоқ негізі. Бәлкім превышение шығар. Көрсетеді ғой қазір. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Мен де Батальон патруль полиция. видео жүріп жатыр. Жеттен болам? Жат? Е. Неге сай? ОПМ болады. ОПМ болады? Онда ретретмен орындап жүрсеңіз? Ретретмен? Старший лейтенант полиции Ержанов Қайрат Жақсимович. 2024 кешен. 971 орында қалмыш. Бармақ жатырмыз? Жоқ, оған жеткен жоқпыз ғой, есіміз Ержан мырза. Қайрат мырза, кешірметтен. Оған әлі жеткен жоқпыз ғой. 971 орында болған жоқ. Кім есімді кім өтсіз? Мейрамбек. Мейрамбек? Браттарыңыз бар ма менің? Бәрі бар. Курсты барсыз? Ассалаумалейкум. Бізде брат кім Мейрамбекқа ОПМ болады? ОПМ болады. Усиление? Машалла жақсы. Енді бұл жерде толық, енді халықтың мүддесі жоғары ғой бұл жерде деген. Енді толықтай орындала ма? Қажет. 19'да 5'те орындадыңыз. Содан кейін 971 орындалу керек. Одан кейін деген сияқты ғой енді. Түсінбедім. Я пришел, представился, документы показал. Қазақша болса мен келдім, өзін таныстырдым. Жақсы, 19'да 5 орындалды. Енді 971 орындала ма? Мен сізге причина остановкеден не істеп жатқан. Мен сізге причина остановканы деген қоймастан. Мен сізге айтып жатқан жоқ, сіз что-то нарушили. Бізде ОПМ болады, ОПМ қару деген. Шешеді, тоқтаттың. Шешеді. Көлік құралдарда там досмотр істейміз, суық қарулар бар ма, жоқ па, ОПМ болады ма? Қай күннен қай күнге шейін болады? Қару болып жатыр. Дасы распоряжение пока. Қару деген. Жоқ, бұл ескертусіз болып жатқан ОПМ бе? Ескертусіз, ол деген февральдың 2-сінен бері болып жатыр. 2-сінен бастап. Жоқ, 20 күні аяқтап еді ОПМ. Жоқ, ол право порядок 20-сінен аяқтап. Құқықтық тәртіппен қазақстанда. Қару деген болып жатыр. Әлі біткен жоқ ол. До особого распоряжения. До особого распоряжения болып жатыр. Осы күшейтілген режим үшін өткізеді сол. Жоқ, мен таныса аламын да қағаз жүзінде. Қағаз жүзінде берілмейді, ол. Қағаз жүзінде берілу керек ОПМ. Для служебной пользы. Нағыз енді егер танысам десе. Жүзекке звондап не істемеймін ба? Жоқ, пожалуйста, жүзекке звондап білуат. Егер таңертең пресс-службаға барып обращаться қағаз жүзінде шағымдануға. Енді 971 неге орындалмай жатыр полициямызда? Орындалмайды. 971 не екен білесіз ба? Білемін. Сол орындалады ма? Орындалып көрсеткен жоқпын мен. Жоқ, 19'да 5'те орындадыңыз ғой, өзіңіз таныстыру ма? Причина жоқ, сізге усилийный вариант. Жоқ, причина түсініктен барлығы заң түрде болған қалайым да мен. Мен өзім заңмен жүремін, сіздер де заңмен жүргеніңіз ғой. Заң барлығы. Сізге ОПМ болады, тоқтатып отырып. Жақсы, ОПМ болып жатыр дедіңіз. 19'да 5'те орындадыңыз, өзіңіз таныстыру 19'да 5. Енді 971 не екен білесіз ба? Иә. Соны орындай қоясыз ба? Мен орындаған жоқпын. Не ол? Айтып тұрған жоқпын енді. ОПМ болады, сосын тоқтатып отырып. Полицияда сіз 971 не екенін түсініп тұрған жоқ сияқтысыз, иә? Соны орындап жүрсеңіз деп тұрған ғой, қарапайым тілде енді. Орындаған. Полицияда 971 деген бар ма сізге удостоверение бар ма? Бар, бәрі бар. Көрсете қойсыз. Жоқ, оған жеткен жоқпыз деймін ғой, просто адами қасиеттен адами, сол айтып тұрмын, кім есің кімді айтсам? Мейрамбек. Мейрамбек, ұрыспай қояйық мына жерде, ұрысып, зачем вот это все, правильно? Я пришел по-человечески, попросил документы. Если есть, пожалуйста, покажи. Если барма, түгел болса, пожалуйста, салон тексеріп жүрген. Жоқ. Мен сізге артық білмейді деп отқан жоқпын. Мен мына жерде негізі де заң бойынша айтайын, құрметті достар, мына жерде полициямызға тоқтатқаннан кейін 19'да 5 орындалады, ол 19'да 5 өз-өзін таныстыру жаңағыдай, өзің аларыңызды таныстырды. Енді содан кейін 971 орындалады. 971 дегеніміз видео фиксация деп аталады.
Видеофиксация бар ма? Ол машинада тұр, полиция мырза, оны түсініп тұр, ол машинада бөлек. Машинаның өзінің Видео құрылғысы жетон бөлек. менде өшіп қалыпты. Видео жетон бір Мына жерде сағаттан кейін мысалы- өшіп қалады уже. 970 ол. Видео жетон. 971. Видео жетон. Жақсы, оған да келсек, негізі деймін, арамызда мына мәміле болып жатыр ғой, қазір соның барлығы жазылу керек қой. Менде қазір документ дұрыс емес болса, егер сіз қалай дәлелдейсіз, мысалы, мен дәлелдемеймін, мен мысалы мойындамаймын, мысалы. Сол сияқты ғой мына жерде. Ал бірдеңе болып қалады, қалай видеосыз қалай? Мойындамайсыз дегенде Жоқ, мен мойындамасам чисто по-человечески ғой мына жерде деген. жақсы түсініп тұрмын. Ал егер де қазір мен документім бірдеңе дұрыс емес болса, чисто по-человечески жібермейсіз Дұрыс ғой. емес болса, Дұрыс емес болса, по-человечески жібермейсіз қалай, ғой. қай жер дұрыс емес болса. Жоқ, менде егер қазір документ жоқ болса машинамда. Ну, машинада құжаттарыңыз вообще документ болмаса, онда машина страховкаға Вот барады. по-человечески деген болмайды ондай кезде, дұрыс па? Аны бейне байлана жүзіп отырған. Ал қазір біздің мәмілеміз қазір андан тыңдалып сөйлеп көріне ме қазір анық? Визуальный жүзіп. Визуально сырттай алынып тұр ғой тек. Полиция мырза, көрдіңіз ба? Бұл да дұрыс емес негізі. Айта беріңіз. Сіз жаңағы айтып тұрған. Сізбен таныса қойсам болады ма? Вот. Сізбен айтып тұрғаныңыз жаңағы жазылып ма жоқ па? Жоқ, менде жазылып отыр міне. Өзім құрылғым өзімдікі. Вот у вас есть. Вот сізде жазылып тұрған. Жоқ, енді сіздерді заң бойынша болу керек қой. Так, Біздікі өшіп қалды. капитан полиция Темиров, так, Рустам Марленұлы, инспектор службы 2023 шейін. Аха, рахмет. Так. Мен мына жерде негізі принципқа барсам, заңмен болса, мен мына жерде нем жоқ. Бермей ақ қойма болады, полиция мырза, ренжімеңіз. Просто заң бойынша айтып отырмын. Мен заңды білемін бастан аяқ. Заң бойынша негізі мен жерде құқығым жоқ. Мен негізі машинаны өшіре қойып жатырмын, өшіре тұрамын. Машинамды қойып тұрамын. Мында тұрасың ба дворда? А, иә. Полиция мырза, мына мен ием терсеңіз барлығы шығады осы машина документ. Үйінде айтып отырсың. Түсіріп отырсың ғой да? Мәселен шығу болады ғой да мынан? Берем. ОПМ жүріп отыр дейсіздер ма? Қару жөнінде ма? Жедел профилактика шарасы қару болып отыр. Аха. Бұл қағаз жүзінде болмайды да? Қағаз жүзінде бізге берілмейді. Өйткені қызметтік болып танылады. Қағаз жүзінде берілмейді. Қағаз жүзінде берілсе біз оны сізге көрсетеміз. Жүйке телефоны қоймас салып Сақтандыру полисі жоқ. Бар. Бар ма? Бұл мында шығыпайды ғой. Қағаз түрде бар. Иә. Көрсетіп сол бассейн тексереді. Сіздер жұмысқа жақында өтіңіздер ма? Полиция мырза? Или бұрыннан жасап отырсыздар ма? Қай жылдан бері жұмыс жасап отырсыздар? 2 жыл. Машина. мына ОПМ қару болып жатыр біздерде. Қаруда мысалы автокөліктің багажниктеріне мысалы салады ғой, мысалы сырттай наружный смотритель қарайды. Қару салып алып кеше біздерде мысалы қаңтар кешегі оқиғада бір шама нелер болды ғой. Мысалы қарулар кетті, жоғалды, анда кетті, мында кетті. Сондықтан соншалық қарулар не қарастырылып жатыр, іздестіріп жатыр. Мысалы ана тағы да шығып жатыр бір жерлерде. Сондықтан көп нелерге автокөліктерден нелерден қарулар шығып жатыр. Сол уақытта мысалы қазір ОПМ қару сол уақытта әлі біткен жоқ, жалғаса жатыр. Сол уақытта автокөлік көбін тоқтатып, осылай жастар, мысалы сіз деп тұра жоқпын. Шуалып жүретіндер бар. Шуалып түйісетіндер, шигалып сол уақытта түйісетіндер. тексеріп тоқтап жатыр. Сондықтан маған дұрыс түсінуге қарайды. Мейрамбек қараңыз. Қару бойынша Үйден мында техосмотр қашан өттіңіз? Так, бір ай болған жоқ. Бір ай болған жоқ. Бұл ма? Болған жоқ па даже? Болып қалған жоқ, сол айналасы. Какого числа мында жазылмаған? Бар ма? Курс өрнеке бар? мына басында болу керек. Сосын мен қадағалап істетіп едім, негізі болу керек. Выдан вот 22-го, 10-го, 20-го года, да? Документ это видите. Екі болу керек. Астында болды, мен бір қарап едім. Астында. Мынау? 2020. Жоқ, мына. 23-ге шейін бар. иә, мына 10 түсірген. Смотрим. Этот страховка бар ма? Страховой полис? Сақтандыру полис бар. Сақтандыру полис шыққан жоқ па не? Жоқ. Шыққанда қайтып беріп тұрың дұрыстап алдында осылай айтты маған. Салып қойғаншы Тимур. Қоланы тартып қарашы. Тау. Мейрамбек түсінікті ғой да сізге да? Түсінікті, иә. Жаңа қағаз сұрайды ғой бізге.
қағаз деген қызмет бабында болады. Қызмет деген ДСПшный ғой. Для службы пользования дейді былай айтқанда. Қазақша қызмет бабында пайдалану үшін. Бұл қағаз деген сондықтан бізге берілмейді. Зачек құпиялық түрде шығатын нәрсе ғой. Иә. Қазақстан рұқсаты. Сондықтан ол бізге берілмейді қолға. Сондықтан бізге 102-ге береді. Енді былай енді керемсең андай не материал газ 01 КГ 0055. Мана қалай айтып осы айтып едіңіз? Жоқ, мен басқаша тек тұрмын ғой. несін? Иә, мен 01 дені КГ-ні теген жоқпын, қырғыз регистрацияға. Сол. Болды. Жақсы, рұқсат болса мен осы видеоны өзімнің парақшама салсам рұқсат бересіздер ғой, ешқандай да не болмайды ғой, қарсылық болмайды. Қайда? Өзімнің парақшама салатын ғой осы видеоны. Парақшаны? Иә, Instagram парақшам бар өзімнің. YouTube каналым бар. Я против. Жоқ, против болғанда мен сіздерге ескертіп отқанмын, полиция мырза. Против болғанда мына жерде сіздер қызметте жүрсіздер ғой. Дұрыс қой, иә? Сіздер қызметте жүргендіктен мен сіздерді түсірмеуге қақым жоқ емес бар. Сондықтан сіздерге просто ескерту ретінде айтып отырмын. Сіздер ешқандай жамандап жатқан жоқпын. Как есть видеода болды, опиум жүріп отыр дедіңіз ғой. Басқалар да біліп жүрсін. Осыны. Бұл қашанға дейін жалғасады? Пока аяқталған жоқ. Осы пока жалғасады, пока өткенше бола береді пока әзірге. Жақсы, сау болыңыздар. Не дейді? Сол негізі ОПМ қағаз болу керек па? Бұл кісілер айтады, біздерде ол қағаз болмайды. Бұны әлі талас болып тұр да, бұны әлі де сұрау керек та, дұрыстап. Жоқ, мысалы сен постоянно тоқтатасың ғой. Сен тоқтататын, мен уже неше рет постоянно болмайды, олар солай айтады. 200 бірлікке звондап жүреді. Сол кейбір полиция әркімнің білім деңгейіне байланысты сияқты, потому что алдында бір полицей менің видеомда бар ғой, Инстаграмда. Бір полицей сол қағаз сұрағанда үн-түнсіз жақсы деді, сіздікі дұрыс деді, кетіп қалды. Мен парақшамда бар. Кейбір полицейлер әркім деңгейі әртүрлі сияқты. Біздерге қағаз берілмейді, жаңағыдай деп маған қарсы шығып тұрды солай. Негізі заңда болу керек. Заңда негізі мен оқығанда заңда негізі болу керек деп жазылған. Оны тоже нақты қадағалау керек. Нақты бап бойынша көрсетілмеген, бірақ болу керек деп жазылып тұр. Сол құрметті достар, сақ боларсыздар. Тоқтатқан себебі оружие дейді, қару қарап жатыр екен.